дәлел тұр. Сихыр ол бір адам бір нәрсені оқыса, қазір енді көп адам анау кинолардан көріп алған ғой, теледидардағы. Бір нәрсені оқыса, немесе ана мультфильмдарда ана қолыменен, немесе сихырлы таяқшамен бір нәрсені айналдырып жіберсе, анау адам сондайға ұқсап кетеді деп. Онда ешқандай сихыр үйтіп келмейді, үйтіп жасалынбайды негізі. Бұл жай ғана ертектегі нәрселер. Ал сихырдың түбінде үлкен бір нәрселер бар. Қарапайым тілде айтқан кезінде сихыршы адам біріншіден бір арнайы бір дұғаларды оқиды. Ол дұғалар міндетті түрде түсінікті болу шарт емес. Өзі білмеуі де мүмкін. Сихыршы адам оқиды, бірақ өзінің не оқып жатқанын да білмейді. Түсінбейді. Көбінесе осылай болады. Ал кейбіреулерінде түсінгеннің өзінде негізі кейіншелік сол дәлелденіп бара жатыр халықтың арасында. Халық дегенде осы жын, сихыр деген мәселеге көп айналысып, соны зерттеген халықтың арасында сол дәлелденіп жатыр. Бұлар, сихыршылар, бір нәрсені оқығанда екінші бір сихыршы жынның көмегіне жүгінгендігін айтылады. Басқа бір сихыршы жынның көмегіне жүгінеді. Ал ол сихыршы жын мынадан әр нәрсе талап етуі мүмкін. Мысалы айтайық, көп адамдар оқып жатқанда байқайсыздар ма, маған қара қойды алып кел, қара тауық алып кел деген сияқты нәрселер. Яғни бұл адамға керек емес, ол тәуіпке ешқандай керек жоқ, ол оны біліп те тұрған жоқ не екен. Ол жынға керек. Ішіндегі жын өзіне құрбандық талап етіп жатыр. Сіз Аллаға құрбандық сойғандай, жын өзіне құрбандық талап етеді. Соның өзінде ол емі болса ғой ол жынның. Енді қараңыз, әлгі сиқыр жасалғанда ол емдеудің керісіншесі ауырту немесе бір жамандық алып келу емес пе? Дәл осы сияқты сиқыршы бір басқа сиқыр жасаған кезінде әлгі жын сиқыршының көмегіне жүгінеді. Ол жын сиқыршының қол астында қызметшілері бар, жұмсайтын. Мысалы, сиқыршы бір дұғаны оқиды, ол дұғаны жын ғана түсінеді. Тіпті ол сиқыршы да білмейді не оқығанын. Жын түсінеді, не деген бұйрық келгенін біледі, сөйтеді де қолындағы қызметшілерге бұйрық береді. Мынадай етіңдер. Мысалы, анау кісіні ауыртыңдар. Оны өзінің қолындағы қызметшілері істеуі мүмкін, немесе қарапайым бір бейшара бір көшеде кетіп баратқан жынды анау сиқыршы жын ұстап алып, әлгі сиқырланған адамның ішіне салып жібереді. Ол қанша дәлелденген? Кешіріңіздер, сіздерге енді бұл тақырып біртүрлі болғанмен түсініп алыңыздар деп отырмын. Мысалы айтайық, бір адамға жын немесе сиқырланған кезінде, әсіресе сиқырланған кезінде, сиқыр оқып атқанда әлгі адам жылайды. Ол адам емес жылап атқан, ішіндегісі жылайды. Неге? Көбінесе жылайды. Әрдайым емес. Жылаудың себебі ішіндегі жын сиқырланған күйінде кірген. Неге кірген білмейді. Жаңа оқылған арқылы оның сиқыры шешілген кезінде ішіндегі жын өзіне келеді. Келсе бір қапастың ішінде тұр, яғни адамның ішінде тұр да ол. Қаяға қашарын білмейді. Қашайын десе, сіз көрмейміз, сиқыршының сыртынан қарап тұрған үлкен сақшыларын көреді. Қашайын десе, аналар айтады, өлтірем дейді, мынадан кетсең. Содан кейін әлгі сиқыршылар соның айтқанын істетеді анау жынға. Міне осылай болып жатыр. Бұл өте қарапайым мысалдағы келтірген сөздер. Енді қараңыз, сиқыр, мен бұның бәрін айтқым келген нәрсе, әрбір сиқыр жын арқылы жасалынады. Жын арқылы жасалынады. Өзінен өзі, ақалай-мақалай сүф дегенде анау адам бір нәрсеге айналып кете салмайды. Ол киноларда болады, тек қана. Мультфильмде болады. Адамда, мына дүниеде, міндетті түрде бір себеп, бір нәрсе, жаңағы сүйенетін нәрсе болу керек болады. Солардың бірі, мына Құрандағы аят. Ей Шуайб, сен сиқырланып қалған шығарсың дейді. Яғни саған жын тиген шығар дегенде аят. Пайғамбарымыз есіңізде ме? Пайғамбарымызға да басқа Құранның аяттарында айтады. Мысалы, ең қарапайым мысалдардың бірі, бәрімізге әйгілі Нун сүресінің аяқ жағында айтылады. Лиузлихуна кафару би абсарин ламма сами'у зикра ва яқулуна иннаху ламажнун.
Сонда кәпір болған адамдар көздерімен сені жегідей жеп бара жатады, яғни жек көріп бара жатады. Сөйтіп өздері ойлайды дейді, мынау адам жынды деп ойлайды дейді. Бірақ бұл жын тарапынан келген емес дейді. Өйткені бауырлар, неге жын, неге сиқыр? Себебі сиқырланған жын деген адамдар сайрап алып тақпақтап жөнеледі екен. Естеріңізде ма? Мынау Нұржан Төлендиев деген жігіт соны бір мысалын келтіріп ысқақтайды. Бір адамға анау дуа салады, сонда анау келіншек тұрады да тақпақтап жөнеледі ғой, ұйқастырып кете береді. Ол бекер емес. Ол кісі ысқақ болған өмірден алды да. Негізі өмірде бар нәрсе ол. Өмірде бар нәрсе ол. Мынау аққу, сұңқар дегендердің кешкен күні осы. Бұлар сол әулиелі жерлерге барады, бірақ о жерден жақсылығын емес, кілең жын шайтанды ішіне қондырады да, сол ішіндегісі сайрайды. Міне Құранда айтылғаны содан. Бір пайғамбар келіп, Құран аяттарын оқып, сайрап оқып бара жатқан кезінде, мысалы, Алхамдулиллахи Раббил аламин, Ар-Рахманир-Рахими, Малики яумиддин, Ияка набуду ва ияка настаин деп айтып атса, мынау адам өз айтып тұрған жоқ, ішінде жыны сөйлетіп тұр деп айтады. Сөйтіп айтқан пайғамбарымызға. Міне сол сияқты бір сондай жерлерге барып алады да бұл кісілер. Сол жерден жын тигізіп, сайрай жөнеледі. Ішіндегісі сайрайды сосын. Жаңағыдегі ақтырма, қаласаң жақтырма деген сияқты нәрселерді айтады. Енді ол мысал ретінде тақпақтай кетеді. Өлеңді өмір ұйқастырмайтын адамның өзі өлең шумақтарын сондай керемет ұйқастырады, таң қаласыз. Дәл осы сөз Мұхаммед алейхиссаламға пайғамбарымызға айтылғандай, басқа пайғамбарларға да айтылған екен ғой. Міне Шуайбқа айтылып отыр. Сен сиқырланғансың деп отыр. Сен емес, ол ішіңдегі жын ол сөйлеп отқан деп отыр да. Байқадыңыз ба? Өйткені сол кездегі қауымға белгілі екен. Бір адам сондай бір уақиғаларды айтып, болақ шақты айтып, өткен шақты айтып, сондай бір тылсым дүниені айтып жатқан кезінде бірден түсінеді екен халық. Мынау жынмен сөйлеп тұр дейді екен. Не сиқырланған, не ішіне жын кіріп кеткен дейді екен.